жайлы әрі қауіпсіз сезінуіміз үшін бізге жеке шекара қажет екен. Өмірде болатын жағдайда осыған қалай өзіңіздің ойыңыз бер? Ата-анамыз қандай өз сөзінде тұру, өз іс-әрекетіне жауап беру, артық тірліктер істемеу. Намыс деген адам ішкі рухы, қысқаша айтқанда рухы. Адам саған үнемі жауап бермесең ренжиді. Бұл мен үшін шекараға қатысты емес. Ол мен қыз бір-бірін ұнатады. Ол бала қызға егер мені шынымен жақсы көрсем, дәлелде деп қысым жасайды. Мен ойымша дәлелдің ешқандай керегі жоқ, өйткені қыз жоқ деп айтуды үйрену керек. Сыныптасың сенің затыңды рұқсатсыз ала береді. Бұл қандай шекара түріне жатады? Бұл жеке шекараға жатады, себебі сен затың, сен жеке меншік, ол сен жеке кеңістігіне жатады. Қыз бала өз абыройын сақтағысы келеді, бірақ құбылар оны ескі көзқарасты деп мазақ етеді. Өз шешімің үшін ұялу керек пе? Жоқ, өз шешімің үшін ұялу керек емес, өйткені әр адамның өзінің ойы, өзінің көзқарасы бар. Намыс дегенне өзгеге еру ме, әлде өз танымыңа адал болу ма? Намыс дегеніміз ол өз танымыңа адал болып, өз өзіңмен жүру. 5-ші жағдаят, мұғалім мен оқушы. Мұғалім көпшіліктің алдында жеке мәселеңді айтып қойды. Бұл әрекет дұрыс па? Мұндай жағдайда не істеу керек? Егер де мұғалім сенің көпшіліктің алдында немесе сыныбыңның алдында сенің жеке мәселеңді барлығының көзінше айтып қойған жағдайда, менің ойымша бұл іс-әрекеті дұрыс емес, себебі сенің жеке шекараң, жеке мәселең екеуінің ғана араларында қалу керек. Біріншіден, қыз бала үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете алу қажет. Сонымен қатар көпшіліктің алдында өз өзін дұрыс ұстай алу. Әдепсіздік жоқ деп айту әдепсіздік емес, өйткені ойым сәйкес келмесе жоқ деп айтамын, өйткені менің өз ойым бар, шекарам бар. Сыныптасым сен рұқсат суретімді сториске салып қойған сұрақтар жеке шекараға жатады. Мен ойымша бұл жеке шекараға жатады, себебі кез келген адамды олай салып қойса ашуланады. Олай жасау қандай әрекет жасар едім? Мен сыныптасыма ескертемін, айтамын біріншіден. Мысалы болмайды деп. Қандай су, иә? Қанша көлемдегі су? Енді өзіне бір тиісті салмағы бар. Егер де мен осыны 1 минут көлемде ұстап тұрсам, мен тиянақты ешқандай қиналмастан ұстап тұра аламын. Ұзақ 1 сағат, 2 сағат ұстап тұрайыншы, осы дейін. Қала бастайды, иығым ұйый бастайды, иә? Содан кейін мен тіптен мынаны теңдік сақтай алмай жатамын, иә? Енді қалай ойлайсыздар ма? Не себепті мен бұны көп ұстай алмайтын? Ауыр болып кетті ма бұл? Ауырлықтың себебі не? Ішіндегі су, балалар, сіздердің бойларыңыздағы реніш, қорқыныш, біреуге деген уайымның ішіндегі сол су. Егер де соны сен ішінде көп уақыт мөлшерінде ұстап, шешімін табалға шығарып, айтпай, проблеманы шеше алмайтын болса, біз қандай күйде боламыз? Нерв жүйеміз жұқыра бастайды, иә? Одан денсаулығымыз кете бастайды, көңіл күйіміз түсе бастайды. Келесі жағдайларды біз ішімізде егер ұзақ сақтайтын болсақ, ол бізге зардап береді. Ол шешілмейтін проблема болып, оны өзіміз ішімізде ұстай берсек, қандай күйде екенімізді біліп отырмыз, иә? Оның шешімі қандай енді? Енді мен бірінші ұстағанды не істеймін? Қою білуі мүмкін. Төккен кезде біз кімге аламыз? Жүгінеміз. Жаңағыда айттыңыз, ата-анамызға айтамыз, иә? Достарыңмен бөлісе аласың, иә? Көмек сұрайсың. Мен қабылдадым, ренішім басылды, барлық нәрсе менен болған қателіктен ары қарай маған сабақ деп өзіңе өзің қабылдау жасауың керек. Футболист номер 1 оқушыны құшақта дейді. Футболист номер 1 оқушы болды. Кім футболист? Сыныпқа ең бірінші келетін оқушыны құшақта. Тәрбиелі, ұқыпты оқушыны құшақта. Жаны жақын оқушыны құшақта. Спортқа жаны жақын оқушыны. Белсенді оқушыны құшақтайды. Белсенді оқушыны құшақта. Ақылы көркіне сай оқушыны құшақтайды. Күлегеш оқушыны құшақта. Әзілді көтере білетін оқушыны құшақта. Мен деген оқушыны құшақта. Мен.
Киноға көп баратын оқушым шақта. Киноға барып. Көпшіл көңілді оқушылық шақта. Біреу сенің шашыңды рұқсатсыз ұстайды. Жеке шекара. Так. Досың сенен рұқсат сұрап құшақтады. Біреу әзілдеп итеріп жібереді. Жеке шекара. Сенің жеке затыңды уақытша сұрамай пайдаланады. Қатар тұрған кезде біреу иығыңа қол қойды. Мен үшін намыс деген не? Намыс ол менің ішіндегі өзіме тән қасиеттер. Мен үшін намыс деген ол менің сырт келбетім. Намыс деген әр адамның өзіне дейін сыйластығы. Намыс деген ол менің абыройым, өзімнің мақсатым. Намыс деген ол менің жеке шекарам. Намыс деген ол менің адалдығым. Намыс деген ол менің шекарам. Намыс деген мен шекарам мен құрметім. Намыс деген мен сөздерім мен іс-әрекетім.